Жұлдыз жорамал. Армысыз тыңдарман, назарларыңызға ертең 25 тамызға арналған жұлдыз жорамалын ұсынамыз. Өте қолайсыз күн, күтпеген мәселелерге толы. Сақтық пен ұстамдылықты қажет етеді. Сабырлы бола біліңіз. Күн жүрекке де шығармашылық процестерге де қолайлы. Өзіңізді көрнекті адам ретінде көрсете аласыз және басқалардың мақұлдауына ие бола аласыз. Махаббат майданында шегінбеңіз, позицияңызды жақсартуға мүмкіндігіңіз бар. Кәсіби істерге назар аударуға тырысыңыз. Сонда жұмыста бәрі жақсы болып шығады және сіз өз мақсатыңызға оңай жете аласыз. Егер сіз кез келген сұрақпен күресу қиын деп ойласаңыз, әріптестеріңізден көмек сұраңыз. Өзіңізден ерліктерді талап етпеңіз және барлық жинақталған сұрақтарды бірден шешуге тырыспаңыз. Сізге берілген тапсырманы қиындықсыз жасаңыз. Біреуді талқылаудан немесе оған баға беруден аулақ болыңыз. Бұл тек адамды ренжітеді. Жаңа романтикалық таныстар мен қарым-қатынасты дамытуға жақсы күн. Бұл кезең жемісті болады. Дегенмен сіз өзіңізге немесе қоршап тұрған нәрсеге қанағаттанбаушылықты сезінесіз. Жұмысты дұрыс ұйымдастыру арқылы тиімділікке жетуге тырысыңыз. Бұл күн көңілсіз болмайды. Сіз өзіңіздің басшыларыңызбен сөйлесуді қауіпсіз түрде жоспарлай аласыз. Оларды жоғары деңгейде және тиімді өткізе аласыз. Басқа адамдарға қарағанда сізге көп нәрсе оңайырақ болады. Сауықтыру процедураларын жүргізу тұрғысынан қолайлы кезең. Бұл кезеңде тым белсенді әрекеттерден бас тартқан жөн. Жұмысты мұқият және баяу жасау керек. Бұл күн махаббат қатынастарына қатысты барлық нәрседе сәтті болады. Жаңа перспективалы таныстықтар болуы мүмкін. Бірдеңе жасамас бұрын алдымен әріптестеріңізбен, отбасы мүшелерімен немесе жай білікті адамдармен ойланып кеңес алыңыз. Осы кезеңде сіз күш-қуатқа толы боласыз. Бірақ оларды мақсат үшін пайдалана аласыз ба? Ол тек сізге байланысты болады. Жоспарларды жүзеге асыруға кірісетін уақыт келді. Іскерлік кездесулер мен келіссөздерден бас тартпау керек. Айналаңыздағы адамдардың пікірін ескеруді ұмытпаңыз, әсіресе сіз қарым-қатынасты бағаласаңыз. Жақындарыңызды сынап, қорлаудан аулақ болыңыз. Бұл күн сенімді ақпарат көздерімен жұмыс істеуге, сындарлы байланысқа қолайлы. Кез келген бағамен жанжалдан немесе есеп айырысудан аулақ болыңыз. Өршіп кеткен қақтығыста жеңіске жету екі талай. Өзіңізге ұнайтын істі табыңыз. Бұл кезеңде күрделі мәселелерді шешуді қолға алған жөн емес. Барлық іс қағаздарын мұқият тексеріңіз. Енді сізде дипломатиялық дағдылар мен сұхбаттасушыңызбен сөйлесу кезінде қажетті сөздерді таба білу қабілетіңіз жеткілікті. Бірақ бос уәделерден аулақ болыңыз және тексерілмеген ақпаратқа сенбеңіз. Болатын қуанышты сезінетін, ішкі еркіндік табатын күн. Бұл күн неке үшін өте сәтті. Мұндай одақ ұзаққа созылады. Махаббат ешқашан сөнбейді. Тамыздың 25-іне арналған жұлдыз жорамалымыз осындай. Жұлдыздарыңыз жарық болсын. Жұлдыз жорамал.